Ақша құрбаны. Бұл оқиға осыдан 12 жыл бұрын болған еді. Қазір Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Бұл оқиға кейбір жандарға сабақ болады деп ойлаймын. Бұл оқиға басымнан өтпегенде, осындай үлкен сабақ алмағанымда, мен дәл қазіргідей жақсы өмір сүрмес едім. Тәнімді сатып, әлі де жүрер едім. Аллаға сансыз мадақтар мен шүкіршілік айтамын. 2010 жыл, басқа қала, жат жерде келін болдым. Жасым болса 18-де, бір баланың анасы болып үлгердім. 17 жасқа жаңа толған кезімде алып қашудың құрбаны болдым. Күйеуім бала туғаннан кейін жалдамалы пәтерде жаңа туған баламмен тастап кете барды. Құр кетпей баланың бір реттік жәрдемақысы мен ай сайын алып тұратын жәрдемақы алатын карточкамды да бірге ала кетті. Ақшасыз, не тамақсыз басқа қалада жылап мен қалдым. Не істерімді білмей жылай бердім. Пәтердің иесі қоңырау шалып пәтер ақыны сұрауда. Қанша жағдайымды айтқаныммен ол түсінбеді. Ертең заттарыңды жина да пәтерді босат деді. Қыс айы, күн өте суық, ақпанның ызғары есіп тұр. Өзім кесір тілігімен босанған едім. Енеме қоңырау шалып, енем осы қалада тұратын. Мама, мен ақшасыз далада қалдым, деп жыладым. Енем өз немересін де үйіне сыйғызбай, әке тәрбиесін көрмеген тірі жетім, саған бұл үйде орын жоқ, келсең де қуып шығамын, деді. Я, әкем қайтыс болды. Ажалға бұл өмірде қарсы болатын кім бар екен? Күйеуім 12 баланың ішіндегі ең үлкені еді. Мен үйдің алғашқы келіні болсам да, жақтырмай бөлек шығарды. Неше күн аштықтан әлсіреп, баламды көтере алмаған мен, бала шомылдыратын тазикке плед төсеп, ішіне баламды жатқызып, ауылға жүретін автобусқа қарай қардың үстімен сүйреп келемін. Қолымда пакеттерім мен ала сумкам. Ішінде киімнен басқа түк жоқ. Бір сағатта әзер базарға жеттім. Жолда ешқандай көлік тоқтамады. Базар жақта ауылға қарай автобустар жүретін. Ауылда бәрі бір-бірін танитын. Менің жолақымды Темірлан ағай төледі. Үйге жеткесін анамның төлейтінін айттым. Ауылға да келіп қалдық. Менің бойымда өкініш, ыза, кеудемді кернеп бара жатқаны соншалық, еркімнен тыс көзімнен жас тамшылап жылап келемін. Анашымды ұятқа қалдырдым деп намыстанып, әр нәрсені ойлап бұл дүниеге келгеніме өкініп келемін. Сәбиім болмағанда сол жалдамалы пәтерде асылып өлер едім. Анам мен сіңілім менің келетінімді білген жоқ. Мені көрген бойда құшақтап алды. Бір жыл бойы бір-бірімізді көрмеген едік. Анама бәрін айтып, бір ай үйде жатып, қалаға жұмыс жасауға кететін болдым. Әйтпесе өзімді жеп барамын. Күйзелістен кеудемнен сүт шықпай, балам жасанды сүтпен тамақтанды. Бір жағынан ауыл адамдарының сөздері де жүйкеме тиіп бітті. Я, оларға өсек керек. 2-3 әйелдің басы қосылса мен айтады. Пәленшенің қызы қайтып келді. Кінә өзінен шығар, тыныш жүрмеген ғой, деп неше түрлі сөздер. Жығылғанға жұдырық болып сол сөздерді естімеу үшін баламды анама тастап жұмысқа кеттім. Енеммен баламның әкесінен қайыр жоқ. Қалада алыс туысымның үйіне келіп орналастым. Алыс туысым арқылы жұмысқа кірдім. Айлық табысым жақсы болып, анам мен балама қомақты ақша жіберіп тұратынмын. Солай 5-6 ай уақытта зымырап өте шықты. Оқу басталуға санаулы күндер қалды. Сіңілімнің оқуына ақша салып жіберуім керек. Мектепке құрал алады. Жұмыста отырмын. Бастықтың бөлімшесіне полиция қызметкерлері қайта-қайта келді. Бәріміз аң-таң болып, не болды екен деп қызығушылық танытудамыз. Бір уақытта барлық кассирлерді бастығымыздың бөлмесіне шақырды. Қыздар кассадан 21 миллион ұрланды. Енді соны анықтаймыз деп қысқа қайырған бөлім бастығына қарап тұрмыз. Менің бастығымдағы өмір сынағы әлі бітпегенін түсіндім. Үстіме мұздай су құйып жібергендей, бір сәт анам, балам, сіңілім бәрі көз алдымда өте шықты. 6 қыздың қолын кісендеп өте қауіпті қылмыскерлер секілді үлкен залда адамдардың көзінше алып шықты. Кісенделген бәрімізді УАЗикке тиеп полиция бөлімшесіне әкелді. Тергеу басталды. Аты жөніңіз, суылған жылыңыз қандай деп тергеуші Марат мырза дөрекі әрі қатал интонацияда бәрін сұрап жатыр. Менің қол іздерімді фотоға түсіріп бәрі кинодағыдай ішімнен түсім болса екен деп отырмын. Өзім не болып жатқанын түсініп те жатқан жоқпын. Қорқып қалғанмын. Аяқ қолым дірілдеп өз-өзіме келе алар емеспін. Бір уақытта Марат мырза кабинетіне кіргізіп алып, ал әдемі Сапарова ақша қайда деді. Мен жылап,
Білмеймін аға, мен алған жоқпын. Алла куә, мен алмадым деп ақталудамын. Жай карточканы қайта жасатуды білмейтін мен 21 миллионды қалай ұрлайды екем? Тергеуші мырза: так, сендейлердің талайын көргенмін. Өтірік бейшара болып жылаудың қажеті жоқ, деп столды дүрсе қойғанда шошып кеттім. Бәрі сен алғаныңды айтып жатыр, дәлелдің бәрі сені көрсетіп тұр. Ақша қайда? Деп ұрып жіберді. Ағатай, шынымды айтып отырмын, бір тиын ақша алмадым десем де, жұлқылап басымнан ұрып жібергенде құладым. Қанша уақыт өткенін білмеймін, терезеге қарасам қараңғы түсіпті. Басым соққыдан ауырып барады, тамақ түгіл суда бермеді. Болып жатқан жағдайдың бәрі жаныма батқаны соншалық, мен өлемін, өлтіріңдер деп айғайлап жыладым. Содан мені өтірік тыныштандырған тергеуші телефоныммен жеке куәлігімді алып қалды да мені босатты. Бірақ кетер кезде қағазға қол қойдырған еді. Не қағазға қол қойғанды білмеймін, әйтеуір ол жерден тез шығуға асыққан едім. Ертең сағат 10-да ішке кел, деп қатал дауыспен тергеуші ескертті. Басым ауырып, бетім ісіп кеткен таяқ жегеннен. Дала қараңғы, жаяу жолдың бойында үйге кетіп барамын. Көліктің астына қағылып өлсем бе екен деймін. Қайтадан бұл ойымнан шошып, қой, жоқ, жүргізушінің обалына қалып не істеймін, деп өз-өзіммен сөйлесіп келемін. Алламай, мен не жаздым, неге мен? Деп көз жасыма тұншыға жылап үйге жеттім. Ол кезде туысымның үйінде емес, жұмыста араласатын құрбым екеуміз пәтер жалдап тұрып жатқанбыз. Құрбым түрімді көріп: не болды саған? Анаң звондап жатыр. Мен де звондап сені ала алмадым деп сұрақтардың үстіне сұрақ қойып жатыр. Ол ештеңе білмейді екен. Сол мезетте құрбыма анам телефон шалды. Мен дереу есімді жинап, анашым, телефонымды жоғалтып алдым деп ештеңені білдіртпей сөйлестім. Анам да бірдеңе сезгендей: жаным қызым, бүгін күн ұзақ жүрегім аузыма тығылып, бір жамандық болатындай күйде жүрдім. Аман болсаң болар қызым, телефон ештеңе етпейді, әлі талайын аласың дейді. Ұзақ сөйлеспей анаммен қоштасып телефонды өшірдім. Уақыт өтіп жатты. Менің мойныма 3 миллион ілінді. Анадағы қол қойғаным сол екен. Тергеудің жүріп жатқанына міне 2 айдың жүзі болды. Мен әлі істі болғанымды анама айтпадым. Құрбым бәрін білетін. Пәтерге ақша, анама ақша жіберетін күнде келді. Менде ақша жоқ. Жеке куәліксіз ешкім жұмысқа алмайды. Қатты күйзелісте жүрмін. Қиналып жүргенімді көрген құрбымның таныс қызы: саған ақша керек екенін білемін. Балаң бар, ауылда шешең, сіңілің бар екенін білемін. Саған көп ақша табуды үйретейін бе деді. Мен қуанып кетіп, я үйретші деп келістім. Ол: онда қазір үйге кел, телефонмен айтатын әңгіме емес дейді. Содан мен таныс қыз Сараның үйіне алып ұшып келдім. Әлгі Сараға: тергеуші Марат мырза, 20 миллионның 3 миллионы сенің мойныңда. Сен қол қойыпсың выдачаға деп айтқанын, 3 миллионды тезірек тергеу біткенше таппасам сотталатынымды айттым. Ол қыз менің жағдайымды түсінген сияқты болып, мен ұсынған жұмыста ақшаны көптеп табасың деп үміттендіріп қойды. Таныс қыз Сараның жеке пәтері, көлігі бар еді. Жағдайы жақсы, ата-анасы ауқатты қыз деп ойлайтынмын. Бірақ менің ойым қате екен. Сара көп созбай: сен әдемісің, фигураң да көз тартады, шашың ұзын, қысқасы бізге осындай қыздар керек деді. Мен қуанып кеттім. Бірден мені жұмысқа алуға шешім қабылдады. Сәл ойланып: саған ақша керек болса тәніңді сатасың. Аздап боянып, қысқа белдемше кисең, так, сенің бағаң сағатына 25 мың деді. Мына сөзден кейін мен жылап жібердім. Сара болса мені аяған кейіппен: сенде басқа амал жоқ. Я осы жұмыспен айналысып түрмеден құтыласың, немесе түрмеде шіріп жатасың деді. Әрі қарай естігім келмей ол үйден шығып кеттім. Сол сәтте анам звондап: қызым, жалақыңды әлі алмадың ба? Тамаққа ақша керек, дүкенде қарызын сұрап жатыр деді. Мен қайта ойланып шарасыздан Сараға звондап келісетінімді айттым. Содан кейін жеңіл ақша тауып Сараның үйінде тұрып ақша жинап, анама ақша жіберіп тұрдым. Тергеу жүріп жатыр. Жезөкшелікпен айналысу оңай емес екен. Сараның клиенттері бар, жоғарыда жұмыс жасайтын бай адамдар. Кейде төсектес болады, кейде жай әңгіме айтып саунада отыру үшін шақыратын. Жаман жолда жүргеніме 1 ай болып қалды. 3 миллион жинап алсам түрмеден құтылсам деген оймен бұл жолды таңдадым. Мол ақша жинасам бәрі бітер еді деп армандап қоямын. Бірақ ол болмады.
Тергеуші телефон шалып дереу бөлімшеге келуім керектігін айтты. Аяқ қолым дірілдеп тағы не болар екен деп аяғымды әзер басып келемін. Мен 3 миллион түгілі 300 мыңды да жинамадым ғой. Тапқан ақшамды ауылға жіберіп отырмын. Бөлімшеге келдім. Қатал тергеуші Марат мырза болды. Мұналардың бәрін қамаңдар деді. Мен және 6 қыз бар. Бір-бірімізге қарап есіміз ауған жандардай аяқ қолымнан жан кетіп барады. Аяғы ауыр әйел де болды арамызда. Олар жылап естерінен танып жатыр. Мен Сараға соңғы жұмысымнан жинаған ақшамның қай жерде тұрғанын айтып, анама беріп жіберуін өтіндім. Мені түрмеге алып кетіп бара жатқанын, қашан шығатынымды білмейтінімді айтып, соңғы рет солай сөйлестім. Содан кейін телефондарымызды жинап алды. Бәріміз де СИЗОға келді. Временный изолятор. Түрмеге кететін адамдар сот біткенше отыратын жер. Қолымызда кісен, изолятордың ішіндеміз. Лицом к стене деп статьямызды сұрап, аты жөнімізді сұрап жатыр. Үстімізді шешіндіріп бәрін қарап шықты. Содан қолыма үлкен, өзімнен де үлкен матрас пен темір кружка, темір қасық, темір тәрелке ұстатты. Бол, тез жүр деп түрме күзетшісі асықтырып айқай салды. Ұзын қараңғы коридорда жүріп келе жатырмын. Матрасты әрең көтеріп бір темір есіктің қасына келдік. Ол есікті ашып, «Тез кір, енді осында отырасың», деп бұйыра сөйледі. Матрасымды темір кроватқа төсеп, ағыл-тегіл жылай бастадым. Камерада жалғыз едім. Ызаның сасыған иісі қолқаны жарып барады. Тар қапастың іші салқын, терезесінде темір тор, радио ойнап жатыр. Сол сәтте күзетші есіктегі кішкентай ашып жабылатын окошкадан қарады. «Қызым, жаңадан келдің бе? Атың кім? Не үшін отырсың?» деп сұрады. Мен жылап отырған жағдайымды айттым. Ол кісі, «Қой қызым, жылама. Бәрі жақсы болады. Кішкентай балаң бар екен. Сот жүріп жатса, үкім шықпаса, әлі жылаудың қажеті жоқ. Саған нан әкелдім» деп окошканың арғы жағынан дауыстады. Бір буханка түрменің қара нанын қолыма окошка арқылы ұстатты. Біраз уақыт өтті. Есіктегі окошка тағы ашылды. «Қызым» деген дауыс естілді. Манағы күзетші ағай, сені жалғыз отырмасын деп басқа қыздар отырған камераға ауыстыруға сөйлесіп келдім. Қане жинал, жалғыз отырып жылай бергеннен қыздармен отырып әңгіме айтып, шай ішіп, көңілің бөлінсін деп ауыстырып жатырмын. «Қызыммен жасты екенсің» деді. Матрасым мен темір ыдыстарымды жинап, нанымды қолтығыма тығып мен шықтым. Басқа камераның есігі ашылды. Кіріп келсем 4 адамдық камера. 18-20 квадрат метрдей. Ішінде 2 қазақ апай мен 1 орыс қыз отыр. Күзетші ағай, «Ал қыздар, принимайте», деді орысша сөйлеп. Қыздармен таныса бастадым. Айгүл апай 34 жаста. Өмір бойы ұрлықпен айналысып, временный изоляторға 4-ші рет түсіп тұр екен. 3 рет лагерде отырып шыққан. Жалпы өмірінің 10 жылын түрмеде отырған. Ол жаргон тілінде сөйлейтін. Екінші апай 56 жастағы үлкен кісі Дариға. 1-ші рет түрмеге түсіпті. Өмір бойы бірге тұрған алқаш күйеуін беліне байлап жүрген шалиямен қылқындырып өлтіріп алыпты. Содан есі азап дұрыс емес, шошынған болу керек. Бұрышта қорқып отыра береді. 3-ші қыз Галина, мошенница, үлкен пирамида құрып адамдарды 2 миллиардқа алдап сан соқтырып кеткен қыз. Жасы 30-да. Мені жақсы қарсы алып, шай беріп, әңгімеге тартып, жағдайымды білді. Жасым 18-де болғасын қолдап, ақылдарын айтып, үлкен моральный поддержка берді. Галина мен Айгүл апай біраз ақылдарын айтты. Айгүл апай заңның бәрін үтір нүктесіне дейін білетін еді. Галина өте білімді, Қытай, ағылшын тілдерін өте жақсы меңгерген, грамотно сөйлейтін қыз. Мен күнде Алладан күнәларым үшін кешірім сұрайтынмын. «Раббым, жаратушы ием, сынақтарымды жеңілдете көр. Осыдан шығайын, ешкімнің ала жібін аттамаймын. Тәнімді ешқашан сатпаймын. Алла кешірші» деп дыбысымды шығармай жылап аламын. Түрменің тамағы дәмсіз, бұламық дейтін едік. Бірақ Галинаның арқасында ет, фирменный қымбат колбаса, жақсы шырындар, кури, гриль тамақтарды жиі жейтінбіз. Өйткені өзінің жалдап қойған передачкаға тамақ әкелетін адамы бар еді. Маған ешкім передача әкелмейтін. Іш киім, жуынатын заттар, ауыстырып киетін киімге дейін Галина адамына айтып алдыртты. Алла разы болсын ол әпкеме. Өмірімде осындай жақсы жандар барына алғаш рет қуандым. Түрмеде қатты қиналдым. Ұлымды, анамды сағындым. Қазір түсіндіре алмаймын, қандай күйде болғанымды. Оны сөзбен түсіндіру мүмкін емес.
Түрмеде режим болатын. Таңғы 6-да оянып, кешкі 9-да отбой болатын. Төрт бұрышта қамалған ауыр тағдыр арқалаған жандар. Адам бәріне де үйренеді екен. Түрмеге де үйреніп кеттім. Анашым розысқа беріп мені түрмеден тауып алды. Анашым қалаға келіп нағашы апамнан көмек сұрап, жағдайымды айтып, адвокат керектігін, ақша керектігін айтқан екен. Нағашы апам беретін көк тиыным жоқ деп анамды шығарып салыпты. Анам үйдегі әжемнен қалған жерді сатып адвокат жалдапты. Мені қорғайтын адвокат. Сенің балаң бар, кәмелетке толмаған, бұрын сотталмағансың, условный срок алып беремін деп уәде етті. Сотта прокурор 5 жыл бас бостандығымнан айыруды сұрады. Бірақ адвокатым статьяны ауыстыруды талап етіп 2 жыл условка алып берді. Солай адвокат айтқан сөзінде тұрды. Туған күніме 1 ай қалғанда түрмеден шықтым. Алла менің көз жасымды көрген болар. Менің дұғаларымды қабыл еткен Аллаға шүкіршілік етуден жалықпаймын. Конвоймен сот залына кіргізіп, үкім шығарып сот залынан босатты. Анамды бірінші рет көрдім сот залында. Оған дейін тек адвокат арқылы, хат арқылы сөйлесетінбіз. Сот 1 жылға созылған еді. Жылап, құшақтап, Аллаға сансыз мадақтарымды, шүкіршіліктерімді ішімнен айтып жатырмын. Сол күні анам мен баламды, сіңілімді құшақтап ауылға қайттым. Өмірге қайта келгендеймін. Бәрі артта қалды. Жаңа жасым, 19 жасымды таза беттен бастадым. Көп ұзамай қалаға отбасымен көшіп келіп, отметкаға барып жүрдім. Ограничение болды менде. Пәтер жалдап жер үйдің бір бөлмесінде тұрып жатты. Бір дүкенге кассаға жұмысқа кірдім. Жағдайымды, условкада жүргенімді бәрін айттым. Алғашқыда күніне 1000 теңге төлейтін. Уақыт өте ақшасын өсірді. 2 жыл сол дүкенде адал қызмет атқардым. Адамнан емес, Алладан қорқамын. Анам болса супермаркетте еден жуатын. Басқа жұмысқа шықтым. Срогым біткесін даяшы болдым. Бармен, администратор, кафенің фрилансері, кафенің филиалдары ашылып директор болдым. Адал қызмет жасағаным үшін кафе қожайыны өзінің 1 бөлмелі жатақханасын сыйлады. Арада уақыт өтіп, ақша жинап, оны сатып 1 бөлмелі пәтер алдым. Оны анамның атына жаздым. Өзім кезекте едім үйге. Сол себепті аз пайызбен несие алып 2 бөлмелі пәтердің иесі болдым. Сіңілім универ бітіріп жұмыс істеп кредитке 3 бөлмелі пәтер алды. Балам Назарбаев мектебіне түсті. Аллаға шүкір. Қазір анам үйде, жұмыс жасатпаймыз. Карантин кезінде жұмыстан шығып күйеуге шықтым. Біздің кішігірім бизнесіміз бар. Бұның бәрі әрине бірден болмады. Біраз жылмен тынбай жасаған адал еңбектің арқасында болды. Кезінде Сараға анама ақша жіберші деп өтінген едім. Ол анама бермеген. Сол Сара қазіргі кезде 2 баласын интернатқа тапсырып, өзі ішкілікке салынып кеткен. Бір кездері шашы жалбырап, алдымнан шыққанда танымай қалған едім. Кезінде өз баласының несібесін ұрлап, соқыр тиын тастамай бізді тастап кеткен бірінші күйеуім менің аяққа тұрғанымды көріп, қанша мәрте кешірім сұрап өкініп келді. Бірақ мен сол күні аязда баламды базарға әзер жеткенімді ойлаған сайын оның кешірімін де, өкінгенін де көргім келмей қабылдамадым. Кезінде кассадағы әріптес қыздардың өмірлері өзгерді. Менен басқалары 8 жылға сотталды. Тағы бір қыздың баласы инвалид болып туылды. Күйеулері тастап кеткендері де болды. Условка алғандары да болды. Менің өмірге өкінішім жоқ, өткенімнің бәрі маған сабақ болды. Кезінде шарасыздан 1-2 ай тәнімді сатқаным үшін Алланың алдында жауап беретінімді білемін. Сол бір ісіме әлі де өкінемін. Одан кейін еш уақытта жаман жолға түспедім. Алла куә. 21 миллион ақшаны шын мәнінде начальница ұрлаған. Бізде выдачаға қол қойдыртып, оны қалай жасағанын қазір ашық айтсам, елдің бәрі біліп қояды. Өйткені бұл сот ісі барлық арна мен газеттерде айтылды. Сондықтан ашық айта алмаймын. Бұл жерде түйіні шешілмеген көп сыр жатыр. Қазіргі кезде мен бақытты ана, аяулы жар және бизнесім бар әйелмін. Аллаға сансыз шүкіршілік етемін. Кейбір жандарға айтарым, Алла бізге уақытша сынақ береді. Сол сынақтардан өте білсең ғана бақытқа қол жеткізе алады екенбіз.